Атырау қаласындағы Бинум мектебіне балаларды қабылдау туралы топ сұрақтар. Өтінімдерді қабылдаудың бірінші күнінің қорытындысы бойынша бастауыш сыныптарға қабылдау жағдайы қандай? 20 шілдеде бастауыш сыныптарға өтініштерді қабылдау басталды. Әр мектепке 1900 баланы қабылдау жоспарланғандықтан, осы көрсеткішке жеткеннен кейін өтініштерді қабылдау тоқтатылды. Әкімшілік барлық өтініштердің сәйкестігін тексеруден кейін 1000-нан астам бос орын ашылды. Оның басты себебі өтініш берушілердің тұрғылықты жері бойынша тіркеуінің сәйкес келмеуі. Өтініштерді қосымша қабылдау 21 шілдеде таңғы сағат 9-да, бос орындар болса 24 шілдеде жүргізіледі. Бинум мектептеріне балалар қабылданатын мекен жайлары мен тұрғын үй кешенінің тізімі қалай анықталады? Ресми картографиялық қызметтердің деректері және азаматтардың мекен жай тізілімі пайдаланылды. Өтініштерді қабылдаудан бір апта бұрын мекен жайлардың алдын ала тізімі жарияланып, негізделген жағдайларда түзетулер енгізілді. Айта кетейік, Нұрсая ықшамауданында бір-біріне жақын орналасқан 3 мектеп, атап айтқанда нөмірі 37, 38 және 40 мектептер бар. Бөлу кезінде олардың қызмет көрсету аймақтарда ескерілген. Бинум мектептеріне білім беру мемлекеттік стандартқа сай жүргізіледі және жалпы білім беретін мектептерден еш айырмашылығы жоқ. Уақытша тұруға рұқсатты пайдаланып, Бинум мектептеріне түсуге бола ма? Мектеп Снейшн KZ порталы ЕКОФ веб-сайты арқылы өтініш берудің тіркелуін автоматты түрде анықтайды және уақытша тіркеуді қабылдамайды. Өтініштер тек тұрақты тіркеу болған жағдайда қабылданады. Мектепке қабылдау қандай кезеңдерден тұрады? 20, 21 және 24 шілдеде 1-4 сыныптар, 2 және 4 тамызда 5-9 сыныптар, 14 және 15 тамызда 10-11 сыныптар қабылданады. Жүйе қаншалықты қорғалған? Өтінімдерді беру тәртібін өзгерту үшін бұзу мүмкін бе? Ақпараттық жүйе Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің ақпараттық қауіпсіздікті сынау және аттестаттау рәсімдерінен өтті және кез келген шабуылдардан қорғауға кепілдік береді. Сондай-ақ жүйенің жұмысын тәулік бойына IT мамандар бақылайды. Желіде белгілі бір сыйақыға мектепке оқуға түсуге көмектесетін қызмет түрлері туралы ақпарат тарады. Бұл қаншалықты заңды? Тіркеу процесі толығымен цифрландырылған, сырттан араласу мүмкін емес. Сондай-ақ жеке деректерді үшінші тұлғаларға беру заңға сәйкес жауапкершілікке әкеп соғатынын хабарлаймыз. Салынып жатқан немесе пайдалануға берілмеген үйлердегі балалар қабылдана ма? Жоқ, тіркеу мемлекеттік деректер базасында тұрғылықты жері бойынша ғана тіркеу болған жағдайда жүзеге асырылады. Егер қателесіп қазақ сыныбын таңдап растау алған болсақ, орыс бөліміне ауыса аламыз ба? Жоқ, өтінішіңізді қайтарып алып, қайта өтініш беруіңіз керек. Бинум мектебіне сұраныс неге көп? Өтініштердің көп болуы Атырау қаласындағы демографиялық өсіммен, мектептердегі оқушылар орнының тапшылығымен және 3 ауысымда оқитын мектептердің болуымен байланысты. Облыс әкімдігі 2025 жылға дейін облыста 30-дан астам мектепті, оның ішінде 2025 жылы тағы 2 жаңа Бинум мектебін пайдалануға беруді жоспарлап отыр. Бинум мектептерінде оқу тек бастапқы кезде тегін, кейін ақылы болады деген ақпарат бар. Бинум мектептері BI Group компаниясы мен Атырау облысы әкімдігінің арасындағы мемлекеттік жекешелік әріптестік тетігі арқылы жүзеге асырылатын жоба. Оқыту тегін. Ерекше әлеуметтік мәртебесі бар балаларды оқуға қабылдаудың артықшылықтары бар ма? Бинум мектептеріне құжат қабылдау толығымен цифрландырылған және мектеп Снейшн KZ порталы арқылы жүзеге асырылады. Егер дұрыс толтырылған болса және тұрғылықты жері бойынша тіркеу болса, бірінші басымдық қолданылады. Бірінші болып өтініш берсе, мектепке қабылданады. Бинум жобасы туралы соңғы және ресми ақпаратты қайдан алуға болады? Барлық қажетті ақпаратты көрсетілген ресми дерек көздерінен алуға болады. Құжаттар мектеп Снейшн KZ порталында қабылданады. Бинум жобасының Instagram желісіндегі ресми парақшасы, Бинум School, Бинум жобасының Facebook желісіндегі ресми парақшасы төмендегідей.